Құрметті оқырман, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тағы да нәзік жанды аяулы қыздарымыздың басынан өткен оқиғасы бізді алаңдатады. Алматыда 3 жігіт жабылып зорлады деген қызға қатысты жаңа деректер шықты. 21 жастағы қыз кинорумның басшысы жұмыс орнына апарып, 2 досымен бірге арам ойын іске асырды деп полицияға шағым түсірген. Алайда сұмдық оқиға болған кинозал басшылығы жәбірленушінің сөзін жоққа шығарды. Олардың айтуынша, бұрынғы қызметкер таныс қызымен бірге түнгі сеансқа келген. Сосын кино көретін бөлмеге тағы 2 жігіт кіріп, соңы айғай-шуға ұласыпты. Сондай-ақ кинорумның өкілдері сол күні спирттік ішімдікке сылқия тойып алып, жанжал шығарған қыздың өзі боди-массажбен айналысады деп отыр. Алматыда 21 жастағы қыз кинорумның басшысы достарымен бірге топтас зорлады деп полицияға шағым түсірді. Оқиға 4 күн бұрын қаланың қақ ортасындағы кино көруге арналған залда болған. Бұл мекеменің басшылығы бұрынғы қызметкерімен таныс қызымен түнгі сеансқа кіргенін жасырмайды. Сосын таң атумен оның достары келіп, соңы жанжалға ұласты деп отыр. Кинорум атқарушы директоры Қасиет Жақсылық кинорумның директорымен деп таныстырған. Шын мәнінде ол жігіт наурыз айында жұмыстан шығып кеткен, жай ғана жұмысшы болған, кабинкаларды тексеретін. Бізде ауысым жабылмай қыз екеуі бір сеансқа киноға келген. Сонымен жалғасқан. Оның достары қай кезде келгені белгісіз. Өзі қатты мас болған, көзін ашса бірге келген жігіт емес, басқа жігіт екенін көрген соң шу шығарған дейді. Жәбірленуші қыз сол күні мас болған көрінеді. Есін жиған соң айғайға басып бөтелкенің сынығымен тамырын кесіп жібергенін мұндағы жұмысшылар көріпті. Кинорумның қызметкерлері қыздың боди-массаж қызметін көрсететінін айтады. Тіпті клиенттермен осы жерге жиі келіп, экс-әріптесімізбен жақын араласып кетті дейді. Кинорум атқарушы директоры Қасиет Жақсылық, ол қыз боди-массажбен айналысады. Бұл жерге ол басқа ер адаммен келеді. Жұмыстан шығып кеткен бала жалақысын алуға келгенде танысады. Бізде боди-массаж қызметі көрсетілмейді, жыныстық қатынас болмайды, алкоголь сатылмайды. Таңғы 6-ға дейін шектеу. Таңғы 6-да барлығы шығып кету керек дейді. Таңға дейін жұмыс істейтін кинорумда 7 бөлме бар. Бұл жердің кинотеатрында айырмашылығы, таңдаған фильміңізді жақын адамыңызбен оңаша жатып тамашалайсыз. Ол үшін әрбір бөлмеге жұмсақ диван қойылған. Сусын мен тіске басардың да түрі бар. Ал полиция сот-медициналық сараптама тағайындалып, зорлау бабы бойынша қылмыстық іс қозғалғанын жеткізді. Тергеу жүріп жатыр. Алматы полиция департамент ресми өкілі Салтанат Әзірбек қылмыстың нақты болмағанын көзбен өлшеп айта алмаймыз. Сондықтан да сараптама зерттеулер тағайындалды. Сарапшылар зорлау әрекеті нақты болды деген ұйғарым шығарса, онда бұл азаматтар міндетті түрде қылмыстық жауапқа тартылып, тергеуде оларға қолданылатын бұлтартпау шарасы тағайындалады деді. Тәртіп сақшылары әзірге ешкім қамауға алынбағанын айтады. Тергеушілер аталмыш іске қатысы бар адамдардан тек сұрақ жауап алып жатыр. Сот-медициналық сараптаманың қорытындысы шамамен 1 айдан кейін белгілі болады. 3 жігіт мені жыныстық қатынасқа мәжбүрледі деген қыздың жақындарымен де байланысқа шықтық, бірақ олар сұхбат беруден бас тартты. Жәбірленуші қыз колледж бітіріп, Атыраудан Алматыға жұмыс істеуге келіпті. Алайда туыстары оның нақты қандай кәсіппен айналысқанын білмеді. Әзірге осы арнамыздан алыстамаңыздар, жалғасы бар.